Кек алу үшін жігіттің әкесіне тұрмысқа шыққан қыз туралы. Менің арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Әкем өмірден өткелі біздің үйдің шырағы сөніп қалғандай болды. Ол мені қара қызым деп ерекше жақсы көріп, әрдайым еркелетуші еді. Үйде біз 2 ағам мен 3 қызбыз. Ал қыздардың үлкені мен. Әкемнің орнын жұқтатпауға тырысып, үлкен ағам біздің қорғанымызға айналды. Оның табандылығы мен қамқорлығы бізді біріктіріп, отбасымыздың жаңа тірегі болды. Біздің анамыз әлдеқашан бізді тастап кеткен. Ол 5 баланың тағдырын ойламай, басқа еркекті таңдап кете барды. Сол кезде әкем бар күшін бізге арнады. Ол біздің анамыздың да, әкеміздің де рөлін бірдей атқарды. Ұлдарды қатал тәртіппен тәрбиелесе, қыздарға мейірім төгіп, жүрегімізді жылытты. Әрқайсымыздың болашағымыз үшін тынымсыз еңбек етті. Әкемнің өмірден өтуі бәрімізге ауыр соққы болды. Бірақ ағам әкенің аманатын арқалап, бізді қолдауға бар күшін салды. Ол бізге тек тірек қана емес, өмірлік үлгі болды. Әкеміздің адалдығы мен мейірімі оның әр іс-әрекетінен көрініп тұрды. Ол бізге қиындықтарға мойымауды, бір-бірімізге сүйеу болуды үйретті. Мектепті бітірген жылы өмірімнің ең қиын кезеңі басталды. Оқуға түсе алмадым. Барлығы үмітімді үзіп жатқандай көрінді. Бірақ мені жалғыз қалдырмаған екінші ағам болды. Ол барын салып, мені ақылы оқуға түсірді. Сол күндері ағамның мейірімділігі мен жанашырлығы маған демеу болып, болашаққа сенуге күш берді. Университетке түскен соң, күнделікті сабақтар мен тапсырмалар өмірімді жаңа арнаға бұрғандай болды. Бірақ менің жүрегіме басқа бір сезім ұялады. Ағайға деген махаббат. Ол бізге тарихтан сабақ беретін. Салмақты, білімді, әр сөзін ойланып айтатын ұстаздың жүзі мен үшін ерекше жылылықпен көрінді. Бір күні ол мені сабағынан кейін алып қалды. Әр түрлі тапсырмалар беріп, онымен жиі кездесіп жүрдім. Ол маған ерекше қарайтын сияқты сезілетін. Оның жылы көз қарасы, жұмсақ үні менің көңілімді алабөтен күйге түсірді. Бірақ бұл сезімнің дұрыс-бұрыстығына көп ойланып жүрдім. Ағай менің өзіне деген сезімімді сезді ме білмеймін. Бірақ ол мені жігерлендіріп, оқуға деген құлшынысымды арттыратын. Бірде ол маған былай деді: «Сен өте керемет жансың, ақылдысың, қара қызым», деп столдың астынан қолы сумаң етіп аяғымның сипалады. Мен оған ғашықпын ғой, оның сумаңдаған қолына кедергі келтірмедім. Әттең, сол кезде кедергі болғанымда ғой. Өзіне тартылып отырған мені сол күні кездесуге шақырды. Түк көрмеген мен екінші ағама өтірік айтып, топтық жұмыс жасаймыз деген сылтаумен қасымдағы жатақхана оқитын группаласымнан сұранып алдым. Ағам менің өтірік айтпайтынымды білетін. Маған сеніп жіберді. Сол кездегі ағамның үкілеген үмітін ақтамай, жігіт үшін өмірімді құртқаныма өзімді кешірмеймін. Екінші ағам мені жыламасын деп пәтер жалдап, аш болмасын деп холодильникті толтырып қоятын. Ал мен бір жерім қышып, әлгі ағаймен кездестім. Бәрін біліп тұрмын ғой, кездесу не үшін екенін. Бірақ мен ойладым,
менімен болса сразу үйленіп алады деп. Қымбат қонақ үй, бөлмеге неше түрлі тағамдар алдырып мені таң қалдырды. Тамақтанып болған соң ол мені көтеріп алып екеуміз душқа түстік. Ол мені ақырын шешіндіріп мойнымнан сүйе бастады. Төбемізден су шашырап тұр, құдды кинодағыдай. Мен басты рөлдегі талдырмаш бейнедегі ару болдым. Ағайдың сымбатты денесіне судың шашырап аққаны сондай әсерлі, еріксіз сүйіп алдым. Ол да мені сүйіп, қос анарымның ұшынан кезек-кезек сүйгенде, тұла бойымда түсініксіз сезім тоғырғандай әсер алдым. Сол бір душта мен ағаймен аймаласып, ол мені әбден сүйіп қоздырды. Содан соң бізде атшабыс басталды. Бірінші рет болған менде сәл ауырған болды. Бірақ шараптың әсерінен ештеңе сезінбедім. Келер жолы тіптен басқаша. Мен оның үстіне отырып көкпар шаптым. Көп ұзамай мен жүкті болып қуандым. Сол күні менің жүктілігімді естіген ағайым, менен аулақ жүр, маған бала керек емес, мына ақшаны ал да баланың көзін құрт, деді. Сен алар емеспін. Маған ғашық адам осылай айтқанына ішім удай ашып барады. Көз жасыма ерік беріп жылай бердім. Сол уақытта ағам хабарласты. Өзімді әзер ретке келтіріп телефон көтердім. Әйтпесе ағам қайта-қайта звондайтын. Алло, дей бергенімде ағамның ашулы даусы шықты. Сен қыз қонақ үйде не істеп жүрсің? Мен сені оқу оқысын деп оқыттым, ал сен қонақ үйде еркекпен? Телефонды өшіре салдым. Аяқ қолым дірілдеп, біттім, құрыдым, ағам мені кешірмейді деп жылай бердім. Жолдың ортасында тұрғанымды да, қайда барарымды да білмей, көзім жастан құрғамады. Көліктің сигналы қанша бипылдап жатса да, есім ауып, ештеңе естімедім. Көлік апатына түстім. Көлік айдаған үлкен деу беделді кісі болып шықты. Есімді жиғанда әлгі кісі жанымда отыр. Мен түсік тастадым. Қуанбасам қайғырғаным жоқ. Жалғасы кейінгі бөлімде. Міндетті түрде өткізіп алмай көріңіз.